На сцене ревизор Николай Васильевич Гоголь. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Николай Васильевич Гоголь, ревизор. Мырзалар! Мен сіздерді көрместен жайсыз. Хабарды естіртуге шақырып дедім. Бізге ревизор келе жатты. Қандай ревизор? Қандай ревизор? Петербургтен келе жатқан жастырын ревизор және астыртын жарлығы да бар көрінеді. Мен саған жайбарақат жатыр едім. Ал керек болса. Құдай-ай, астыртын жарлығы да бар екен. Арсений Филиппович, әлгі өзіңіз білетін Андрей Иванович Мырховтың жіберген хатын оқиын сіздерге. Оның жазып отырғаны мынау. Сүйікті достым, замандасым және сүйеуші, на, және сені хабарландырайын деп. Міне! Саған білдірмек асығыз хабарым. Жоғарыдан жарлығы бар бір төре келді. Бүкіл губернияны, әсіресе біздің уезді қарамақшы. Мне білем ғой, сен де жұрт қатарлық адам мұнтаздай жан емес еді. Өткені ақылды адамсың ғой. Құдайдың беріп тұрған нәсімінен кім қашады? Бұл жерде өзіміз ғой. Сақ болғаның жөн. Өткені бір күні қозбаяушыдай зап ете түссе, тіпті келіп алып, бір жерде тығылып жатпағының кім біледі? Бұл тым ерекше жағдай екен. Тым ерекше. Ерегін емес қой. Неліктен? Не үшін, Антон Антонович? Неліктен? Не үшін бізге ревизор келе жатыр? Негесі бола ма? Тағдырда. Бұған дейін Құдайдың жәрдемі боп, өзге қаларға кетіп жүруші еді. Енді кезек бізге де келгені. Антон Антонович, мұнда бір нәрсе үлкен саяси мән бар ау деп ойлаймын. Бұл бұлай болу керек. Ресей, соғыспақ болған ғой. Дұрыс, соғыс. Сондықтан оған қиянаттық жоқ па білейін деп министрлер төре жіберген ғой. Төре жіберген. Мен қандай бақыттымын ханым, сізді көріп, бұлайша атқанда бұрғаны ет қой. Сіздей мәртебелі адамды көру бізге де ғанибет. Ой, демеңіз ханым, қайтамаған одан да күніз. Ол қалай мүмкін болады? Рахметіңіз, отырыңыз. Алайда сіз отыр десіңіз отырайын. Сіздің қасыңызға отырғаным өзіне де қандай бақыттымын. Мүмкін бе екен? Мен өзімді сонша кербезденіп тұрмын деп биттей де ойламаймын. Қайта Астанадан шығып сапар шегу көңілсіз көрінген шығар. Аса көңілсіз. Расында сізге сондай көңілсіз болу керек. Өйткені тап осы минута мен аса көңілдімін. Қалай мүмкін болады? Сіз тым асырып айтасыз. Мен оған татымаймын. Қалай татымайсыз ханым? Сіз татисіз. Мен кішкене қалада тұрамын ғой. Кішкене қаланында сонда да өзбегі өз үлгісі болады. Әрине, Петербургпен теңестіруге болмайды. Ой, шіркін Астана, не деген тұрмыз десіңізші? Немене мырзалар, төрегеліп тұрсыңдар. Ғафу етіңіздер отырыңыздар. Жұртсылай, бізделі тұра, тұрсақта болады ғой. Біз тұра берейік. Бізге қам жемеңіз. Шенсіз-ақ отыруларыңызды сұрайын.
дегенде сүймеймін. Қайта мен үлесіз ішіне кіріп кеп, арасынан жылып етіп кеткем кеп тұрады. Бұрақ жасыруға болмайды. Тек бір жаққа шықты ма, не, Оксаныч келе жатыр деп шөйте түседі. Апырая. Пушкин менің досым. Жолыққан сайын мен оған қалай Пушкин туысқан деп қойым. Ол жайыншейін туысқан деп. Өте бір ерекше жан. Жазатыныңыз да бар екен ғой. Жазушыларға қызық болатын шығар, сіз журналға да бастыратын шығарсыз. Я, журналға да бастырам. Өйткені менің жазғандарым көп. Фигароның өліну, Роберт Малғұт, Норма, жазалса атарда сенде жоқ. Ол рас екен, Юрий Милославский де сіздің шығармаңыз ғой. Я, ол менің шығармам. Ах, Маматай, ол деген Загоскиннің шығармасы деген жазу бар емес пе? Ал енді бұғанда қаласа кететінді біліп едім. Рас! Оғаның Загоскинді. Одан басқа тағы бір Милославский бар. Сонысы менің. Оныңыз рас. Мен оқығаным сіздікі болар. Қандай тамаша жазылған. Сөздің шыны сол жазуымен күн көреді. Мырзала, Петербургке бара қалсамыздар. Біздікіне күліңізді сұраймын. Мен де қызықты қылам ғой. Ой, құрмай-ай, ондағы тойлар қандай рақат, қандай салтанатты болады екен десеңізші. Атдаяр. Жақсы, мен қазір. Қалайша, жүресіз бе? Я, жүремін. Сізге жолға ештеңе керек емес пе? Сіз ақшаға зарымын дедіңіз бе? Жаңылмасам? Жоқ, керегі жоқ. Айткеннен мүмкін. Қанша керек болар екен? Анада сіз 200. Жоқ, 200 емес екен. Сіздің қачыңызды пайдаланғым келмеді. 400 дәріп едіңіз. Тағы да сондай болса, $800 еді. Әдейі дегенде жаңа ақшаның дәл келуін қарашы. Я, бұл жақсы ұрым. Жаңа ақша, жаңа арыз деушім еді. Дәл еттіңіз. Көш, Антон Антоныч, сіздің қонақасыңызға қарыздармын. Мені ешерде мұндай күткен емес. Қош болыңыз, Анна Андреевна. Көштір, Мария Антоновна. Жаным. Арнаулы Амирмен Петербургтен келген төре сізді дәреу деп келсін бұрлық етті. Өзі қонақ үйге түсті.